HTML беттеріндегі сайт функционалдығы мен сайтқа кірушілердің байланысу мүмкіндіктерін арттыру үшін скрипттер пайдаланылады. Скрипт программа немесе программа файлының сценарийі болып табылады. Ол пайдаланушы программа интерфейсін қолдана отырып, кейбір тапсырмаларды орындауды автоматтандырады. Сценарийлар синтаксисі, қолдану саласы және ауқымы бойынша ерекшеленетін сценарий тілдерінде жазылады. Сценарий тіліне JavaScript тілін алуға болады. JavaScript бұл HTML бетті интерактивті ететін сценарий тілі болып табылады. Яғни пайдаланушымен байланысуға қабілеті бар. JavaScript мүмкіндіктері ойындар құру, батырмаларды басқан кезде немесе деректерді енгізген кездегі жауап, форматтау, динамикалық стильдер, анимация түрінде болады. Веб-беттердің мәтінінде JavaScript сценарийін орналастыру үшін скрипт дескрипторын енгізу керек. JavaScript коды скрипт және дроп скрипт тектерінің арасында орналасады. HTML кодын осы жерге орналастыруға болмайды. Скрипт жабу тегі әрі қарай HTML кодының жалғасатынын білдіреді. HTML бетіне сценарийді қосу үшін дескрипторды пайдаланады. Төменде көрсетілгендей етіп қолданамыз. Енді дескриптордың атрибуттарына тоқталайық. Language тілі мен нұсқасын анықтау үшін пайдаланылатын атрибут болып табылады. Type language атрибутын алмастырады. Ол браузерге дескрипторлар ішінде қандай тіл қолданылғанын көрсетеді. SRK атрибуты сценарий HTML бетіне бекітілген JavaScript файлының сыртқы URL адресін көрсетеді. HTML-ға JavaScript орнату екі негізгі жолмен жүреді. HTML файлына қосу және сыртқы скрипттерді құру болып табылады. Жерде бетті жүктеген кезде пайдаланушыға атын енгізуді сұрайды. Егер ОК батырмасын басқан кезде, онда экран жолына сәлем енгізілген аты сөзін шығарыңдар. Содан кейін сіз жұмысты аяқтағыңыз келсе, сұрағын қойыңдар. Егер ОК басылса, онда экран жолында сау болыңыз енгізілген аты шығатын болады. Мен сол программаның кодын жазып қойдым. Енді түсіндіруге өтетін болсам, HTML сөзінен бастаймыз, яғни HTML тегінен басталып, HTML тегінен аяқталамыз. Drop HTML арқылы HTML-ді жабатын боламыз. Одан кейін body бізде, яғни жұмысымыздың денесі басталатын болады. Осы body мен drop body аралығында біз барлық жұмысымызды жасайтын боламыз. Енді келесі жолға тоқталатын болсақ, script type text JavaScript, яғни біз JavaScript-мен жұмыс жасайтынымызды көрсетіп отырмыз. Bar name prompt, атыңыз кім? Яғни бұл жерде не берілген? Prompt функциясы екі аргументті қабылдайды. Ол title атын, яғни тақырыптың атын, мәтінді енгізу өрісі, яғни default толтырылған жолмен жұмыс жасайды. Яғни OK console батырмаларынан тұратын терезеден шығады. Яғни атыңыз кім деген сөз жазылады, яғни бұл жерде ол титулымыз, тақырыбы. Одан кейін келесі жолға, яғни defaultқа біз өзіміз мән беретін боламыз. Енді осы жасалған жұмысымызды сақтау үшін файл, сохранить ка және имя файлға деген атауды ағылшын тілінде жазып, HTML басамыз және астына тип файлдан C файл таңдап, UTF-8-ді басып, сохранить батырмасын басамыз. Сохранить батырмасын басқаннан кейін рабочий столдан дәл осы жасаған жұмысымызды браузерде көретін боламыз. Міне, жаңа мен сіздерге айттым, диалогтық тереземен жұмыс жасаймыз. Промпттың кезінде атыңыз кім деген сөз шығып тұр. Екі терезені қатар ашып қояйын сізге. Міне, атыңыз кім, яғни титулы шықты. Енді default осы жерге біздің өзіміздің атымызды жазатын боламыз. Жазып болғаннан кейін продолжить батырмасын басамыз. Сол кезде alert, яғни хабарламаны терезеге шығады. Бізге сәлем, name'нің орнына мана біз өзіміздің атымызды енгізді.
Жұмагүл, міне сәлем Жұмагүл деген сөз шықты. Яғни закрыть батырмасын ары қарай басып жұмысымызды жалғастырамыз. Енді бұрын функциясымен жасалған жұмысымыз шықты. Яғни бұл жерде екі батырма тұрады. Яғни сіз жұмысты жалғастырғыңыз келеді ма? Да или нет? Яғни бұл жерде екі батырмамен жұмыс қыламыз. Да болса тұру, яғни ақиқат, нет болса фос, яғни жалған мәнді қабылдайтын болады. Да дейтін болса, сау болыңыз тұру, яғни біз дұрыс ақиқат вариантты таңдадық, ақиқат жолды таңдадық.